Сәлеметсіңдер ме, 2 сынып оқушылары? Бүгін қазақ тілінен 3 сабақты орындайтын боламыз. Менімен бірге орындаңдар. 3 сабақ диалог және монолог. Диалог пен монологтың не екенін білеміз. Сөйлеу мәдениетін есте сақтап, диалогке қатысатын боламыз. 9 жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Бүлдірген тереміз балақай, алақай. Ат жарыс көреміз балақай, алақай. Айға ашып барамыз балақай, алақай. Кел, ағаш жарамыз балақай, әй, атай. Көрдіңдер ме балалар? Қадыр Мырзали атамыз бізге осындай өлең шумақтарын жазып қалдырған екен. Енді 2 немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. 2 адам сөйлессе және 3, 4 немесе одан да көп адам сөйлесетін болса, оларды диалог деп айтады екенбіз. Келесі 10 жаттығу. Өлеңді түсініп оқыңдар. Мен қазақтың тілімін. Мен қазақтың тілімін, беретін көп білімім. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын, сөзіме құлақ сал бәрің. Менімен тез іске асар, ойға алған арманың деп Оразақын Асқар атамыз жырлап кеткен екен. Енді өлеңде не туралы айтылған екен? Балалар, өлеңде байқадыңдар ма? Қазақ тілі туралы. Және де мен сендерге білім беретін жаңа пәнмін деп айтқан екен, е? Өзіне немесе тыңдаушыға қаратып айтылған бір ғана адамның сөйлеуі монолог деп аталады. Монолог дегеніміз балалар сонда бір ғана адамның сөйлеуін айтады екенбіз. Мысалы, өлең оқу. Яғни монолог оқуды тек жалғыз және бір ғана адамның сөйлеуін айтады екенбіз. Келесі 11 жаттығу. Мысалдарды оқы. Менің қызметім күшті. Адамдар үстімде ас жеді, жазу жазады, деді үстел. Мен болмасам жаныңа адам жоламас еді, деді орындық. Көрдіңдер ме балалар? Бұл мысалға диалог немесе монолог қайсы келеді деп ойлайсыңдар? Диалог ол 2 адамның сөйлесуі, ал монолог тек бір ғана адамның. Әрине, диалог сәйкес келеді, себебі бұл жерде орындық пен үстелдің әңгімесі. Яғни 2 заттың бір-бірімен сөйлесу арқылы бізге диалогты көрсетіп тұр екен. Келесі 12 жаттығу. Диалогты толықтырып көшіріп жаз. Амансыз ба әже? Әже не деп айтады балалар? Амансың ба балам? Халіңіз қалай әже? Жақсымын балам. Көрдіңдер ме балалар? Осылай амандасуды мектепте парталастарымен бірге отырғанда жасап көріңдер. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.